Сәлем достар, бүгін сіздермен қысқаға арналған лечо салатын дайындаудың өз әдісімен бөлісетін боламын. Салат өте дәмді, хош иісті болып шығады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Барлық қажетті ингредиенттер видеоның төменгі бөлігінде жазылған. Қызанақты тазалап, тартуға ыңғайлы қылып бөліп аламыз. Сәбізді де тазалап, үккіштен өткізіп аламыз. Тәтті бұрышты 4 бұрышты етіп видеодағыдай турап аламыз. Пиязымызды жартылай дөңгелекше қылып тураймыз. Чеснокты да видеодағыдай қылып тураймыз. Енді қызанақты ет тартқыштан өткіземіз. Бірден осындай үлкен тегенеге немесе үлкен ыдысқа осылайынан тартып аламыз. Содан соң отқа қойып 10-15 минут қайнатып аламыз. Содан кейін сұйық майымызды құямыз. Пиязымызды саламыз. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып 20 минут қайнатамыз. Содан соң тәтті бұрышты салып жақсылап араластырып 10 минут қайнатамыз. Содан соң қант саламыз. Тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін чесногымызды саламыз. Және де черный горошек және лавр жапырағын саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минуттай қайнатамыз. Қайнап болған соң отты өшіріп, аспиринді ұнтақтап салып, жақсылап араластырамыз. 1 литрға 1 таблетка аспирин есебінде саламыз. Мінекей достар, салатымыз дайын болды. Өте дәмді, хош иісті болып шығады. Қыстың күні жақсы желінеді, тәбетті ашады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Енді дайын салатты ыстық күйінде стерилденген банкаға салып шығамыз. Мен банкаларды алдын ала стерилдеп дайындап алдым, және де қақпақтарды 5 минут суда қайнатып алдым. Салатымызды құйып болған соң банкаларды төңкеріп, толықтай суығанша жылылап жауып қоямыз. Егер де сізге рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуіңізді сұраймын.